Қалайсыздар, оқырмандарым менің, көрермендерім менің. Енді алдыңғы видеода айтқандай, мен үйге огурцы өсіруге жатырмын. Яғни екінші этажға, бұл жаққа күн түседі міндетті түрде. Қазір уақыты келіп, міне күн түсіп келе жатыр. Сонда мен осы жаққа столды қойып, бұл горшоктердің бәрін столдың үстіне қойып, главный жылы болу керек, бірінші очередь жылы болу керек, және де күннің көзі түсіп тұру керек. Түскенде бір күнде бір 2-3 сағаттай күн түсіп тұратын жер керек. Қосылмаған, подписка жасамаған оқырмандарым, көрермендерім болса, маған міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Ол огурцының шығатынын, шықпайтынын менімен бірге көріп отыратын боласыздар. Мен салып отыратын боламын, бұйыртса. Колокольчик басып қойыңыздар, міндетті түрде бірінші болып шығатын боламын мен сіздерде. Себебі деген бұны мен кім үшін егіп жатырмын? Әрине өзімнің егіздерім үшін егіп жатырмын, үйдегі 2 балапаным үшін. Енді огурцыны өте қатты жақсы көреді егіздерім. Сол себептен өздеріңіз білесіздер, магазинде сататында қазірде өте қымбат болғанда продукты қандай қымбат екенін өздеріңіз білесіздер. Енді өзім сол огурцыны, тем более деген қыста жеген огурцы деген ол бәрібір не натуральный болады. Сол себептен өзім үйде натуральный қылып егіп шығарайын деген. Ендеше менімен бірге болыңдар, егейік, бірге шығарайық, бірге жейік. Бірінші жылы сумен барлығын суап шығамыз қазір. Жылы су құйыңыздар, сосын міндетті түрде суарғанда да жылы су құю керек. Жылы сумен құйып шығамыз бірінші. Бұл огурцының дәнін шығару үшін бізге специальный кәдімгі арнайы үйде егіп шығаратын огурцының дәні болады екен. Жаңағы менің қиярдың дәні. Сол қиярдың дәнін кеше іздеп тауып алдым. Бір штугы 100 теңгеден. Сонда 5 штук алдым, 5 дән. Кішкентай 5 дәнін алдым, 500 теңгеге алдым. Мен ол 500 теңгеге 1 килограмм огурцы аламын, например, сатып алсам, магазиннен болсын, базардан болсын. Базардың ценасы не, магазин ценасы не, қазір бәрі бірдей болып кетті ғой. Қазір арзан ештеңе жоқ. Қазақстан барлығы қымбаттатып жатыр. Қазақстанда барлығы қымбаттап жатыр. Бұл әрине халыққа өте қиын жағдай болып жатыр. Көп балалы аналар, мен даже ойлауға да қорқынышты. Не болса да жақсылығымен болсын. Бұл жаққа күн түседі, күн болғасын. Бұл түсе ғой қыздар. Мына огурцыды әрең таптым. Специально урожай с балкона и подоконника дейді. Шыға ма, шықпай ма, оны өздеріңізде тамашалайтын боласыздар. Ол үшін маған подписка жасап қойыңыздар. Бірге қыста шыққанын көреміз. Так, ішінде 5 ғана. 5 штук қана шықты. Міне 5 штук, осы 5 штукты енді қалай оғанымда егу керек, ішінде бар ма өз дәндері. Сосын кәдімгідей обычный китайскийді егіп көретін боламыз. Бірінші мына арнайы балконда, подоконниктің алдында егілетін арнайы үй температурасында шығатын огурцыны егіп көреміз. Осында егіп көрем, үшеуінде и мында екі бір-бірден. Потому что горшок үлкен менде. Сол себептен егіп жатырмын. Мені қарап отырыңыздар. Егер менде шығатын болса, сіздер де үй ішіне, терезенің алдына күн шығып тұрған жерге қойсаңыз, сізде де огурцы шығатын болады. Бұл эксперимент менен болсын. Енді бірақ егіп жүрген боларсыздар, араларыңызда болады егіп жүрген көрермендерде. Маған комментарийға жазыңыздар, қалай күтем, оны қалай күту керек, не істеймін. Жалпы білем, бірақ сонда да сіздердің
ақылдарыңыз маған керек болады. Енді қытайский деген деп жатырмын. Китайский жаздайлыққа жеп шықтық бұны. Шығады ма, әлде шықпайды ма? Мынау бұл китайский. Осы кәшуке еріп көрейік. Китайский деген. Ал болдық, огурцыйды да егіп тастадым. Бүгінгі числомен енді мен белгілеп қоямын. Менімен бірге болыңыздар, көріңіздер қалай шығатынын, және де комментарийға да жазып қойыңыздар, не істеу керектігін. Мүмкін мен білмейтін жерлерім бар әрине. Үлкен кісілердің ақылы мен үшін өте қымбат. Сол себептен көрейік, менімен бірге болыңыздар. Енді бұл деген қарап отырсақ, бір жағынан тиімді, ақшаны үнемдеймін егер шығатын болса. Мынандай Қазақстанда енді қазір тіпті деген өмір сүру өте қиындап бара жатыр ғой. Сол себептен сіздер де осылай егіп, керемет үлкен огурцы күтірлетіп жеп отырыңыздар. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен Эко-мама, екі егіздің мамасымын. Қазақты үнемі қолдап жүретін қазақтың қара қызымын.